формада, мына жерде порошковый, пробиотик. Мына жаңа айтқан сорбент, энтеросорбент и гемосорбент. Мынау пробиотик, мынау энтеросорбент и гемосорбент болып жұмыс істейді. Біздің ішекте білесіз өзіңіз бүкіл иммунный клеткалар, б-клеточный иммунитет дейміз, гуморальный иммунитет осы ішек, тонкий кишечникте формироваться етіледі. И егер біздің кишечнигімізде проблема болса, онда біздің миымызда да проблема болады, иммунитетімізде төмендейді. Сондықтан бізде регулярный стул болу керек, регулярный очистка болу керек. Жегеніміз қанша жесек сонша шығу керек. Ал енді бізде жылдап жинаймыз ол шлактардың бәрін, токсиндердің бәрін, организмде дұрыс антибиотик қолданбағанда дисбактериоз болады, басқа болады. Соның барлығы айналып келіп, организм зашлаковый қалып келеді, токсин шлактар жиналып. Мынау соның бәрін комфортный түрде шығарады. Капсула ішкен кезде алғашқыда біз біреуден 2 мезгілді рекомендовать етеміз, где-то бір апта байқаймыз қалай болатынын. Сосын уже дозировканы 2 есе көбейтуге болады. Сонымен где-то жаңағы кісі айтады, неге 3 ай дейді. 3 айдың ішінде негізінен бізде организмде постепенно жазирама бір емші кісі айтады. Мынау дейді жаңағы кішкентай балғасымен қолында қайласы бар жаңағы рабочийлар сияқты сіздің бүкіл ішегіңіздегі крипталардың бәрін тазалап, біртіндеп шығарады. Яғни мынау сондай сіздің организміңіздегі бүкіл токсин шлактарыңызды жаңағы кишечникті тазалайды.